сол қайдағы жоқ бір несчастный 3.000 теңге үшін жыртылмай ақ қойдыңдар. Қалайсың бауырым, армысыздар, қалайық? Бұл күлетін нәрсе емес. Сол бір жерін жыртып, 4 бала, 5 бала тауып, кредиттерін жауып, дүние мүлік алып, холодильник алып, стиральный машина алып, кредитке сөйтіп, сол кредиттерін жауып атқан аналар бар, сол бір жерлерін жыртып. Біз бұл күлетін нәрсе емес. Мысалға, әйел қауым ретінде айтайын, мен мысалы жалғыз бастанамын, бірақ өкіметтен бір тиын алмаймын. 3 жасқа дейін сол АСП-ға іліктім. Онда да 5 баласы өртеніп кеткен сол отбасы арқылы. И қалай айтсам екен, 19 миллион мынанша ұлан ғайыр мынандай атырапқа 19 миллион ақ қазақ, сонша қазынасы бар. Бір нефтекачкадан қанша миллиард, қанша триллиард, қанша сұмдық ақша кетіп жатыр. Ол ақша бәрі қайда кетіп жатыр. И бір қазақ демографиясын көтеру үшін, бір қазақ бала туған үшін 17 мың теңге бұл садақа да емес, бұл білмеймін не екен, бұл өлместің күні. Бірақ сол аналарымызға, сол қыздарымызға, келіншектерімізге сол туып қазақтың саны. Мен қазір бөтен ұлттарды айтпай қояйын, олар да туып жатыр сол ақша үшін. Бар ондай, мен орыстарды көрдім, ұйғырларды көрдім, басқа өзбектерді көрдім, сол 5 бала туып, алтын алқа алып, жәрдемақымен күн көріп отыр. Еркектер жұмыс істемейді, сол жәрдемақыға күн көріп отыр. Күлетін нәрсе емес, бұл жылайтын нәрсе. Сол қазақтың қыздары сол демографияны көтеріп, олардың туып отыр, и алатыны осы болмашы пұл. Білмеймін, айтып жатырмыз, көтеріп жатырмыз бұл мәселені. Халық ақымақ емес, біледі, бәрі тұрып та береді. Бірақ сол шарасыз халдеміз, сорлы, бейшара халдеміз.